Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезек шығардым. Бүгін жаңа ғана жеңілдетілген автонесиеге өтінім қабылдау өтті. Тура сағат 10:00-де бірден айту керек, адам өте көп. Қазір бүкіл әлеуметтік желілердің барлығын үшін көрсеңіздер де өтініш бере алмадым, мынау істемей жатыр, сайт құлады, бүйтті деп жатыр. Бірақ бір сағаттан кейін ФРП, жалпы осы сайтты өндіруші және жеңілдетілген автонесие бағдарламасының курировать ететін ұйым деп айтсақ болады, өнеркәсіпті дамыту қоры қазақшасы, солар бір сағаттан кейін ресми мәлімдеме жасады. Енді қазір ол туралы толық айтып берем. Енді бірінші мәселе, көп адамдар кірген кезде автоөндірушіні таңдау мүмкіндігі болмаған екен. Оларда автоөндірушіні Сарыарқа Автопром, Hyundai Транс деген сияқты екеуінің біреуін таңдау керек болды. Осы таңдау құқығы болмаған сайтқа кірген кезде, және көбі осыны таңдағаннан кейін де ошибка деп шығарып жіберген адамдарды. Енді жаңағы ФРП-ның мәліметіне сүйенсек, тура сағат 10:00-де autonесие.kz сайтына 125 мың адам кірген екен. Ойлаңыздар, 125 мың адам. Соның 761-і алғашқы 18 секундта, 18 секундтың ішінде өтініш беріп үлгерді дейді. Енді сену керек па, сенбеу керек па, енді білмеймін, қаншалықты дұрыс ақпарат екенін. Бірақ 18 секундтың ішінде сайтқа кіріп, өтініш беріп, ЕЦП-ны таңдап, оның құпия сөзін жазып, қосымша тағы да автоөндірушіні таңдау керек, тағы да заявканы басу керек. Сосын ЕЦП ключтің екінші рет таңдап, подтвердить ету керек. Осының барлығына 18 секундтың ішінде 761 адам үлгеріпті дейді. Әлде сәл ертерек ашып 500 адамды алдына да кіргізіп алдым екен сосын. Енді білмеймін, менің бір 2-3 танысым осын жасап үлгердік деп жатыр. Енді нақты қалай болғанын мен айта алмаймын. Олар да үлгердік дейді, бірақ нақты кезекке тұрды ма, тұрған жоқ па, белгісіз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Араларыңызда жеңілдетілген автонесие алуға өтініш беріп үлгергендеріңіз бар ма? Айтпақшы, жеңілдетілген автонесие керек емес, анау хлам, анау дейді ғой. 125 мың адам тура сағат 10-да сайтқа кіріп өтініш беруге тырысқан. Бұның өзі де жеңілдетілген автонесие халыққа қызық, халыққа тиімді деген мағынаны білдіреді. Менің ойымша, осындай өтініштің көптігін ескере отырып, тағы да біраз қаржы бөлу керек сияқты жеңілдетілген автонесиеге. Халықтан сұраныс бар ғой. Халыққа қажет болып тұр деген сөз. Ал халықтың қажет нәрсесін неге бермеске? Үкіметке ойланатын нәрсе сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ал жаңалық күтеміз. Амандықта жүздесейік. Осындай қысқа ғана видео болды.